Оркестр отырайық. Саржалау. Өнерде мінекей 30 жылдан аса жұмыс атқарып келе жатырмын. Соның ішінде дирижерлік саланың өзінде 25 жылдай болып қалды. Осы Тәттімбет оркестрінде 2008 жылдан бері жұмыс жасап келе жатырмын. Енді ортасында кішкене үзілістер болды, бірақ та кейіннен қайтадан осы 2 жылдай болды, қайтадан жұмыс жасап жатырмын. Оның алдында Астананың мемлекеттік симфониялық оркестрлерін, Астананың халық аспаптар оркестрлерін басқарып жүрдім. Қазіргі уақытта енді айта кететін нәрсе, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. 30 жылдықта не болды, не кетпеді демекші. Тәуелсіздік бізге не берді? Тәуелсіздік бізге ең біріншіден қазақ еліне, қазақ жеріне үлкен бір серпіліс берді. Серпіліс болғанда алыстағы жақындағы ағайындарымызды елге оралып, және де мынау бізге жастарға деген болашаққа деген көзқарасымыз, көзіміз ашылып, шетелдерге барып оқыдық. Мысалға айта кететін болсақ, тұңғыш президентіміз елбасымыз әдейі арнап 91 жылы тәуелсіздік алған кезде, 92 жылы халықаралық болашақ бағдарламасын ашты, стипендиясына тағайындады. Сол жылдары мен де кейіннен сол болашақ стипендиясының иегері болдым. Сол болашақ стипендиясының арқасында мен Ресейде оқыдым. Ресейде өзімді білімімді, мүмкіндігімді, мамандығымды ары қарай жалғастыра білдім. Кейіннен елге оралып, халқыма адал қызмет етіп жүрмін. Әрине, тәуелсіздік жылдарында тәуелсіздік алған жылдар өте қиын болды. Елдің экономикасы да, музыка саласы да, мәдениет саласы өте қиын болды. Ел қайда барарын, не істерін білмей қалды. Бірақ та кейіннен елбасымыздың салиқалы саясатының арқасында барлық экономикалық тұрғыда бәрі дұрысталып, жастарымыз оқып, білімін ары қарай, мамандығын ары қарай есете түсіп, бүкіл дүние жүзінде оқып, осы елімізге адал қызмет ете бастадық. Бұл жерде енді мен мәдениет саласында жұмыс жасап жүргеннен кейін, мәдениет саласы өте ауыр, өнер жолы деген өте ауыр. Менің мынау өзімнің мамандығым әркімге бұл беріле бермейді. Дирижер болу үшін өте білім керек, дирижер болу үшін өте мінез керек, және де дирижер болу үшін әрине міндетті түрде өзіңді тұлға ретінде қалыптастыру керексің. Оның бірде-бір себебі, мен талай алдындағы ұлы дирижерлардан дәріс алдым. Соның бірінші дәріс алған мұғалімім, менің ұстазым, ұлы КСР-ның халық әртісі, халық қаһарманы Нұрғиса Тілендиев болды. Кейіннен әрине айта кетсек, Шамғон Қажғалиев, КСР-ның халық әртісі, және де соңғы ұстазым Қазақстан, Ресей, Татарстанның халық әртісі профессор академик Фуат Шәкірұлы Мансұров болды. Сол кісілердің арқасында, сол кісілердің тәлім тәрбиесінің арқасында осындай қазіргі кезде үлкен жетістіктерге жетіп отырмын. Және де оркестр басқару, коллектив басқару, ұжым басқару өте оңай емес, оңай шаруа емес.
Бұған әрине бағанада айтқандай өте білім керек болғаннан кейін, біліміміз таяз болса, біліміміз нашар болса, онда бұндай тұлға болып қалыптаса алмас едім. Осы білімнің арқасы деп ойлаймын. Әрине оны бізге берген осы тәуелсіздік. Мына дүниеде осы қазақтың қазіргі кездегі жастарға да, өзімнің қатарлас жігіттерге де әркез айтып жүремін. Тәуелсіздік бұл біздің баға жетпес ең мықты дүниеміз. Бұны біз жоғалтып алмау керекпіз. Себебі мынау тәуелсіздікті алған кезде ата-бабаларымыз осындай үлкен жерді Алтай мен Атыраудың ортасындағы үлкен байтақ, кең байтақ жерді найзаның ұшымен, білектің күшімен сақтап қалған. Бізге аманат етіп қалдырған. Сол себептен де бұл аңсаған, бұл тәуелсіздік бізге оңайшылықпен келген жоқ. Бұл бізге жай ғана бере салған нәрсеміз. Бұл өте үлкен ауыр жүк. Әр кезінде ұлы Әлихан Бөкейхановтар айтып кеткен ғой. Әр заманның өзінің адамдарының өзінің жүгі болады. Сол жүкті апарар жеріне дейін апарып тастау керекпіз. Бірақ ол апарар жеріне дейін апару керекпіз. Өйткені келесі ұрпаққа ол ауыр жүкті қалдырмау керекпіз. Себебі ол келер ұрпақ ол жүкті көтере алмай қалуы мүмкін. Сол себептен бізге осы қалап берген, аңсаған осы бабаларымыздың тәуелсіздігімізді бағалай білу керекпіз. Әрдайым да оны біз бағалағанда жай ғана сөзбен емес, әркім өзінің ісімен дәлелдеу керек. Мысалы, біз өнер саласында болайық, басқа біреулер басқа салада жүрсе де, сол жағымен істеген еңбегі, істеген мынау алып жүрген жүгі сол болашақ ұрпаққа аманат етіп қалу керек деп ойлаймын. Тәуелсіздігіміз құтты болсын, 30 жылдық мерекеміз құтты болсын. Барлық қазақстандықтарды, барлық достарымды, әріптестерім, туған туысқандарымыз бәрін осы тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Еліміз биіктерден болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ел басқарып отқан азаматтарымыз аман болсын.